Қазыбек би 18 жаста болған кезінде енді тарихи деректерге байланысты Аллах тағала жақсырақ біледі. Жалпы қалмақ ханы Қонтажы көптеген қазақтың ұлдары мен қыздарын тұтқынға алып, малдарын тонап алған уақытында соның алдына қазақ хандығының атынан сөйлеуге барған елші өкіл еді. Мына шешендік өнерінде немесе ақындық өнерінде жалпы негізгі мақсат сол ақындықта, шешендікте емес. Алайда ол шешеннің, ол ақынның Алланың адамы болуы. Алланың түсірген Құранымен рухтануы. Алла тағала қуаттаған кезде адам Алладан басқа ешкімнен қорқпайтын рухқа еленеді. Міне сол рух жаңағы Қазыбек билерде болған. Сол кезде барып сөйлеген толғауында біз қазақ деген мал баққан елміз деген кезде бұл сөздегі қазақ ұғымы ол біздің бүгінгі мен қазақпын деген жаңағыдай бір айтатын нәрселермен ол теңесе алмайды. Ол көк пен жердің арасындағындай парық жатырып жүрді. Өйткені бұл жерде біз қазақ деген кезде ол артында Аллах тағаланың тұрғандығын, Аллах тағалаға сүйеніп тұрған имаммен сөйлеп отырды. Оның алдында қазір қыруар жер қайысқан әскер тұрса да, оны қорқыныш билей алмайды. Алла тағала бағанағы аятта айтқандай, Алла тағала өзінің қасынан рухпен демеген дейді. Яғни Құранмен, иманмен, Алламен демелгендерді. Сол кездегі сөйлеген сөзі: біз қазақ деген мал баққан елміз, ешкімге соқтықпай жай жатқан елміз. Бұл Құранның тәрбиесі. Елімізден құт береке қашпасын деп, жеріміздің шетін жау баспасын деп найзаға үкі таққан елміз. Ешбір дұшпан басынбаған елміз. Не қараңыз, басынан сөз асырмаған елміз. Алланыкі болсаң, басыңнан ешкім сөз асырмайды. Біз Алланыкі болып үлгермей жатырмыз әлі мына тәуелсіздік алғаннан бері. Сондықтан жаңағы бір ресейлік кеп бір сөз асырмақшы. Мәселе ол ресейлікте немесе күллі Ресейде емес ол. Ешкім қорқынышты емес біздерге. Егер Құдайға берілген болсақ. Ешкім, абсолютті түрде. Ешбір дұшпан басынбаған елміз, басынан сөз асырмаған елміз. Досымызды сақтай білген елміз, дәм тұзымызды ақтай білген елміз. Атадан ұл туса құл боламын деп тумайды, анадан қыз туса күң боламын деп тумайды. Ұл мен қызды қаматып отыра алмайтын елміз. Міне тұтқындағы ұл қыздарын босатуға келіп отыр. Сен қалмақ болсаң, біз қазақ қарпысқалы келгенбіз. Сен темір болсаң, біз көмір еріткелі келгенбіз. Қазақ қалмақ баласы табысқалы келгенбіз. Танымайтын жат елге танысқалы келгенбіз. Танысуға көнбесең, шапысқалы келгенбіз. Міне, бағанағы Хасан ибн Сәбиттің өлең сөздеріндегі нәрсені де салыстыра беріңіз. Не деген қорықпайтын, Алламен қуатталған тұлға екендігі баяндалуда. Сен қабылан болсаң, мен арыстан алысқалы келгенбіз. Жаңа үйреткен жас тұлпар шарысқалы келгенбіз. Міне, өзі жас кезіндегі барған кезі ғой. Тұтқыр сары желіммін, жабысқалы келгенбіз дейді. Қараңыз, берсең жөндеп бітім айт, не тұрсатын жеріңді айт деген кезде Қонтажының жүрегін қорқыныш билейді. Яғни бір риуаяттарда айтылғандай, сөзді өңменімнен соғып айтқан кезде екі иығымнан екі аю аузынан от шашып тыпыр етші көрейін деп тұрған болды. Мінекей мен содан қатты сескендім. Сендерге көрінбегенмен маған көрінді. Менің енді бұған қайтарып айтар сөзім жоқ. Мал мен жанын есептеп алдына салып беріңдер деп шешім қабылдап, осындай бір үстемдікпен қайтқан еді Қазыбек би. Міне құрметті жамағат, егер қазақ тек қана Алладан қорқатын болса, сүйенгені Алла болса, Алланың айтқанымен жүрген халық болса, Аллах тағала дұшпаныңыздың жүрегіне қорқуды салады, қандай тәсілмен болса да. Не сөзіңмен, не жаңағындай бір тәсілдермен,